Значит, мына пациентка бізге алыстан келді, 15 жыл көтермеген, екі рет программа эконы өткен. Сонан кейін 10 жыл бұрын трубасын тексерткен, онан кейін, конечно, тексертпеген. Маған келгенде, мен қарадым да айттым, сенде түкті тұрған түкті жоқ, давай жолдасын деймін дейік, жолдасында 2% бар екен. Онан кейін мен айтам, сен қалай 15 жыл көтермей жүрсің, 2 рет эко жасадың, көтермедің. Сен маған көрсетші, трубаң ваши снимогы бар ма дегенде, ол маған, ой, оған 10 жыл болды деп трубасын снимогын көрсетті. Сонда қарасам, маткасы как будто біреу ақ, и ол вообще оң жағында жатыр маткасы. Отдельно жатқан сияқты, былай қисық, мына алдында тұрған жоқ. Содан кейін мен айттым, ой, саған давай мынаны тексеріп көрейік, мына 10 жыл өтті ғой, осылай болса, саған операция жасату керек деп. Содан тексеріп, действительно солай болып шықты. Содан операция жасадық. Операция кезінде міне енді көріңдер немене болды. Бұл двухроговый матка, бір рога отдельно тұр, бір рог совсем басқа жақта тұр. Сол рогты матка екіге бөлінген, бір жартысы бір жағында тұр, бір жартысы екінші жағында тұр. Екеуі екі жерде тұр. Ол сол бір жағында тұрған жақсы жартысын біз әкеп орнына қойдық та, оның трубасы да жақсы екен, яичнигі де жақсы екен. Соның бәрін спайкідерін алып, ананы қойып бердік. Енді ол солмен көтере алады. Ал екінші маткасының жартысы, оны басқа жерден тауып алдық, оны да бер қарай шығардық. Бірақ та о жақтан көтермейді, өйткені трубасы кішкентай. Ұзын емес, кішкентай. Бірақ та яичнигі жақсы жұмыс істеп тұр екен. Оны да бер қарай әкеп қойдық, өйткені если бұлай көтермей жатса, мүмкін экоға барса, онда екі жағынан да фолликул алуға болады. Вот операцияда осындай нәрселерді істейміз. Бұл аномалия, солай туған.